Құрметті түркістандықтар, әлемді жайлаған коронавирус инфекциясының жұқтырған адамдардың саны күн санап өсіп келеді. Азаматтар әлі де болса бұл қауіпті індетке немқұрайлы қарауда. Ауа арқылы тез тарайтын індет бұл. Әзірге бұл індетке қарсы нақты вакцина болмай тұр. Дәрігерлер қауымы күні түні вирусты жеңу жолында талмай еңбек етуде. Облыс аумағында қазір 337 адам осы ауруды жұқтырып, емдеудің арқасында 180-ге жуық науқас дертінен жазылып отбасына оралды. Өкінішке қарай, COVID-19 инфекциясының барына күмән келтіретін адамдар көшеде қыдырып, туған туысының үйіне барып жүр. Балалар бір-бірімен аулаларда бірге ойнап, бір-бірімен тығыз байланыста жүр. Бұл дұрыс емес қой деп ойлаймын. Аталған вирус қазір облыс көлемінде әр ауданда кеңінен тарап барады. Алдын алмасақ, салдары жаман болмақ. Балаларға жұққан ауру оның бойында білінбегенімен, үлкен қарияларға жұқса оларға өте ауыр тиеді. Отбасыларымыздың, туған туыстың, ата-анамыздың амандығын ойласақ, әлі де карантин режимін сақтауымыз қажет. Осыған орай, тұрғындардың денсаулығы мен өмірін қорғау мақсатында облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес Түркістан облысында карантин режимі 25 мамырдан 8 маусымға дейін ұзартылды. Бұл ретте көрші аймақтар мен шекарадағы санитарлық блок-бекеттер жұмысын жалғастырады. Тұрғындарға қалааралық, ауданаралық жолдарға қатынауға қойылған шектеулер күшінде қалады. Тек халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге өте қажетті азық-түлік, заттар мен өнеркәсіп, құрылыс нысандарындағы және ауыл шаруашылық жұмыстарына қажетті өндірістік тауарлар мен материалдар, медициналық заттар тасуға рұқсат қағазы бар автокөліктер мен азаматтар облыс аумағына кіріп шыға алады. Сәл сабыр сақтасақ, үйде отырсақ, күнделікті үйренген өмірімізге енді 10 күнде ораламыз. Сол себепті үйде болайық, қоғамдық орындар мен көпшілік жерде бетперде тағып жүрейік. Біз әзірге көпшілік жиналатын дәмхана, мейрамханаларды уақытша жабуға мәжбүрміз. Ал өзге цехтар, өндірістік орындар, шаштараз, дүкендер секілді кәсіпкерлік нысандары санитарлық талаптары сәйкес болса ғана жұмыстарын жалғастырады. Айтылған талаптарды сақтамаған азаматтарға айыппұл салынады. Құқық қорғау органдарына арнайы мен жиналыс жасап тапсырдым. Егер де заңға бағынбаған, талаптарды сақтамаған кәсіпкерлер, азаматтар болатын болса, оларға қатаң жаза қолдану керек.